Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызда еритін, күтірлеп тұратын ұйғыр самсасын дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ұн және холодильниктен майды алып, пышақпен әбден майдалап, май мен ұнды араластырамыз. Енді әбден араластырып болғаннан кейін жарты қасық тұз және қаймақ қосып, қолымызбен әбден мыжып, жұмсақ қамыр болғанша дайындаймыз. Қамыр өте жұмсақ, песочный қамыр болады, бірақ қолға жабыспауы керек. Дайын болған қамырды жарты сағатқа тынықтырып қойдым. Жарты сағаттан кейін дайын қамырымды қолмен әбден басып, ұн себелеп оқтаудың көмегімен жайып алдым. Енді қамыр өте жұқа болады, қисық болса ештеңе етпейді. Енді осы қамырдың бетіне азғантай майды ыдысқа салып, газға ерітеміз. Май әбден еріген кезде жаңағы жайылған қамырымыздың бетіне жағамыз. Қолдың күшімен жағып, бірыңғай бетіне жағылуы керек. Дайын болған қамырды рулет қып орап, дайын пакетімізге орап, бір күн немесе жарты күнге холодильникке қойып қоямын. Мен қамырымды бір түнге холодильникке қойдым. Таңертең ерте тұрып, бірнеше бөліктерге бөлдім және начинкасына картошка мен пияз, кішкентай тұз және бұрыш қосып, әбден араластырып, үш бұрышты формаға келтіріп түйіп, 270 градуста 30 минутта пісіп дайын болды. Қамыры өте жұмсақ, ауызда ериді. Бұл заттар қолжетімді болғандықтан барлығы үйде бар заттардан жасалынды. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыздар.